Сәлеметсіңдер ме балалар? Күннің көзі ашылсын, сәулесі бізге шашылсын. Керемет. Балалар, айтыңдаршы, қазір бізде қандай мезгіл? Көктем! Жаңбыр! Ненің дауысы? Жаңбыр! Расында да жаңбыр жауып. Балалар, расында да бізге жауын келді. Жауынмен бірге әдемі көктемнің бейнелері келіпті. Қараңдаршы балалар. Біз жаңа айттық қой, көктемде қандай өзгерістер болады, иә балалар, иә? Иә! Біз жақсылап тұрған көк шөлімізге көктемнің бейнесін жасап көреміз ба? Иә! Дұрыс, бұлт аспанда болып, аспанда бұлттан не жауады балалар? Жаңбыр жауады екен, керемет. Ал не балалар? Ағаштар не істейді екен? Бүршік атады екен, керемет. Құстар ұшып келеді. Дұрыс айтады, жылы жақтан құстар ұшып келеді екен, өте дұрыс айтады, көктемде гүлдер өседі екен, керемет. Және көктемде жаңбырдан кейін не пайда болады екен? Кемпір қосақ. Кемпір қосақ, және жаңбырдан кейін не пайда болады? Жерде батпақ сулар пайда болады екен. Кәдімгі. Жарайсыңдар балалар, қараңдаршы, біз ненің көрінісін салдық? Көктемнің өте тамаша айтасыңдар. Балалар, ендеше біз қазір сендермен көктем ғажайыптарына саяхат етсек қалай болады? Барғыларың келе ма? Жайнатып, құстарды сайратып, табиғатты жандандыратын көктем перизаты мен боламын. Міне қараңыздар, менің табиғатыма таңғажайып. Жан-жақтың бәрі құстар. Біз сынау қарашынан келіп қалдық. Біз көктеммен ғажайыптарын көргіміз келіп тұр. Жақсы, балалар, сендердің жыл бойы алған білімдеріңді тексеріп көрейін. Сендер мен тапсырмаларыңды орындауға дайынсыңдар ма? Иә! Онда балалар, мен алдымен сендерге жұмбақ жасырайын. Мұқият тыңдап, шешімін табасыңдар, иә? Қар еріп, су ағады, күн шуағын шашады, құстар келіп сайрайды, бұл қай кезде болады? Көктем! Жарайсыңдар. Көктем перизаты біздің балаларға жай келген жоқ. Балалар, біз көктем перизатына арнап тақпағымызды айтып береміз ба? Иә! Тұрып, ендеше әдемі айтып тақпағымызды айтып кетіп. Балдар шуақ шашты баршаны, көкше келді күліммен, қаны сыйлап баршаны. Керемет балалар. Сендердің қолдарында не суреттер бейнеленген? Жетекші қолымызда не сатты? Сенде не нәрсе бейбарыс? Гүлдің суреті. Ал ертөре сенде не нәрсе? Құрт. Жауын құртының белгісі. Раяны сенде? Гүлдің суреті. Ендеше балалар, мен сендерге тапсырма орындау үшін қазір зертханалық жұмыс жасаймыз, иә? Соған байланысты екі топқа бөлінейік. 10 қанатқа жауын құрты, сол қанатқа гүлдер болып бөлініп, қолдарымызда сурет.
ашық қарайық. Жауын бұқтың қарайықшы. Мына жерде таяқша бар, иә? Апа, неде қорықпа. Аша қойыңдар. Ол зияны жоқ, иә? Мінекей. Ашық қараңдар. Неде қорықпа. Қыра, өтірі жатыр, қыра. Жыбырлағанын байқайықшы, балалар. Жыбырлаған жауын. Жыбырлап жатыр ма? Қараңдаршы, балалар. Қандай құрт екен мынау? Жауын. Ол жаңбырдан кейін жерден жаңбырды жақсы көреді. Ылайды жақсы көреді. Не балалар, иә? Жыбырлағанын байқаңдар. Оны бізге зияны да және пайдасы да бар екен, иә балалар, иә? Құстар аулап жейді екен бұны, иә балалар, иә? Ал ендеше бәріміз қазір табиғадағы құрттардың жыбырлағанын көрейік. Кәнекей, бірінші құтыдағы суды аламыз және мына құрттарға құйсақ, олар жыбырлап үлкен болады екен балалар, иә? Кәнекей, 1, 2, 3 кән құйып көрейік. Кімнің құрты үлкен болады екен жып? Қараңдаршы балалар, қалай жыбырлады? Апа, неде тоже. Жыбырлады ма? Жаңа біз тірі құрттың жыбырлағанын көрдік, иә? Біз тәжірибе жасап, қағазда құртты жыбырларды, жауын құртын үлкейтуге балалар, иә? Құя ғой, екіншісіне. Ұнады ма балалар сендерге? Біз нені жыбырлаттық, балалар айта қойыңдаршы? Дұрыс айтасыңдар, жауын құрты. Ол жауын құрты жаңбырдан кейін пайда болады екен. Сендер таңертең келе жатқанда балалар байқадыңдар ма? Жердің барлығына жауын құрты жатыр екен таңертең келе жатқанда. Сендер де байқадыңдар ма соны? Тәжірибе ұнады ма сендерге? Біз керемет гүлдерімізді қазір құтыдағы сулар арқылы әдемі жайнатамыз. Кәнекей бәріміз. Құс қанатын қағамыз, иә? Олай жасады. Тамаша. Тұрамыз бір орында. Жасы көреміз, күн көзін екеуміз, суға түсіп шомылып, қап-қара боп жүреміз. Қыс пен жаз, көктем күз, қанаттамыз бәріміз, қар күн жауын сағынып, сағынып қаншама. Балалар, сеніп қалдық па? Тағы да жүгіріп сергіп алу үшін арғы бөлмеге барып, өлі және тірі табиғатты білесіңдер ме тексерейік. Жансыз және жансыз табиғат берілген балалар. Біз балалар сендер білесіңдер ме, өлі табиғатқа нелер жатады? Өте керемет, дұрыс айтасыңдар. Құм, тас, орындық, жаны жоқтың барлығы жансыз өлі табиғатқа жатады. Ал тірі табиғатқа не жатады білесіңдер ме? Айта қойыңдаршы ал. Адам және гүл, ағаш, құрт құмырсқа, осылардың барлығы, жануарлардың барлығы, олар тірі табиғатқа жатады екен балалар, иә?
тобымыз қарлығаш оны жақсы білеміз. Ал мынау қандай құс? Үйрек. Тамаша. Ал мынау қандай құс? Құсқа шыдамды. Дұрыс айтасыз, суық торғай деп айтады. Ал бізде түнде ұшатын құстар бар екен. Мынау қандай құс? Жапалақ. Жапалақ. Бұл түнде жүргенді жақсы көреді екен. Құлаққа жағымды естіледі. Табиғатта әдемі құстар бар. Әдемі құстарға тауыс, тоты және аққуды жатқызуға болады. Олардан басқа да тағы көп әдемі құс бар. Адамдар кейбір құстарды өз пайдасына жаратқан. Мысалы, көгершін ертеде хат тасыған. Көктем перизаттың тапсырмалары ұнады ма сіздерге? Не көрдік біз? Қайда бардық? Тәжірибе жасадық. Неге тәжірибе жасадық балалар? Айтыңдаршы. Гүл және нелерді зерттедік? Жауын бұлт ұнады ма сіздерге? Не ұнады? Жауын бұлт ұнады ма? Жарайсыздар балалар. Табиғат нешеге бөлінеді екен балалар? Қандай болып? Түрі. Дұрыс айтасыңдар. Жауын құрты, Бауырымыз